إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Құрметті жамаат. Барлық мақтау Аллахқа, әлемдердің Раббысына, Рахманға, Рахимге, сот күнінің иесіне саған ғана құлшылық қыламыз. Һәм сенен ғана жәрдем тілейміз. Бізді тура жолмен жүргізе көр, нығметке бөлеген құлдарыңның жолымен, ашуға ұшырағандардың және адасқандардың емес. Құрметті жамағат, біз сіздермен Әл-Ағраф сүресінің тәпсіріндеміз, тәлім тәрбиесіндеміз. 25 аятқа келіп тоқтадық өткендегі имандасуымызда. Сол Алла Тағаланың сәттілігін тілей отырып, ары қарай жалғастырамыз. Сол бір кез сахабалардан жеткен хабарда Адам алейхиссалам және Хауа анамыз жаңағы ағаштан дәм татып қойғаннан кейін Адам алейхиссалам жаңағы жапырақтарды, жәннаттың жапырақтарын денелеріне жауып жатқан кезінде сөйтіп Раббысының дауыстаған даусын естігеннен кейін Арайтайн истағфарту ва тубту. Я Раббым, егер кешірім сұрасам және тәубе етсем, ешқашан қайталамайтындай өзіңе тәубемен оралсам деген ниетін білдірген кезде әлемдердің Раббысы айтқан екен: Изен удхилукал жанна, олай болса жәннатқа кіргізем ғой сені деген. Ва ама иблису фалам ястағфир, ал иблиске келсек, ол кешірім сұрамады. Иннама саалан назрата, ол тек қана мерзімді сұраған еді. Фаъта кулла вахидин минхума аллази саала дейді. Осылайша әрқайсысына өзінің сұрағанын берді дейді Алла Тағала. Міне сөйтіп енді жердің бетіндегі емтиханға түскеннен кейін Аллах Тағала осы оқиғаны бізге хабарлағаннан кейін келесі аятта адамның ұрпақтарына үндеу салады. Адамның ұрпақтарына өсиеттерін айтады. Мына: Я бәни Адам, ей адамның ұрпақтары, ей адамның балалары деген 4 жолдау бар осы сүреде, бірінен соң бір айтылады. 4 жолдау осы дүниеде бізге сөйлегені де Аллах Тағала. 5-шісін оның қиямет күні айтады. Ол 5-шісі осы Ағраф сүресінен кейін түскен Ясин сүресінде. Мына жақта жаңағы ей адам балалары, мынаны істеңдер деген мағыналарды айтып, осы дүниеге керекті жолдауды қамтыса, Ясин сүресінде имтихан күлліс аяқталып, адамзат Алласының алдына қайтып келген күні: Әлем ахада илейкум я бәни Адам, ей адам балалары, мен сендерден серт алмап едім. Әллә табуду шайтан, шайтанға ғибадат қылмаңдар деп. Иннаху лакум адуум мубин, сөзсіз ол сендерге анық дұшпан деп айтпап едім. Ва аниғбудуни, маған ғана құлшылық қылыңдар. Хаза сиратун мустақим деп айтпап едім дейді. Маған ғана құлшылық қылыңдар, құлшылық тура жол деген тек осы ғой деп. Ол енді соңғы нәтиже ол адамдарға, тыңдамаған адамдарға тек өкініш үстіне өкініш, қайғы үстіне қайғы, ешқандай жараны емдемейтін сондай мағынада айтылатын сөз. Ал енді бізге қазір керегі мына жердің бетінде айтып тұрған нәрсесіне біз еріп үлгеріп алсақ, онда ол 5-ші сөз ондай адамдарға айтылмайды, тек қана жаңағы кәпірлерге ғана айтылатын болады. Міне осы өсиеттеріне назар аударайық. Мына Ағраф сүресі өзі шындап келген кезде мұсылман адамға досын анықтап алуға және қас дұшпанын анықтап алуға жаңағы осы нәрсені жақсылап тұрып жүрекке, санаға шегелейтін сүре бұл. Өйткені бұл сүре мына өзіне дейінгі кезең мен өзінен кейінгі кезеңнің бір орта бір көпірі секілді. Егер осы сүредегі аяттар жүрекке қонса, шегеленсе, одан кейінгі аяттар ләззатпен, махаббатпен,
ғана орындалатындай күйде болады адам баласы. Сондықтан осы жерде Аллах Тағала осы сүрелерде сол өсиеттерді баяндайды. Соларды Алладан шынайы білім, иман сұрап отырып тыңдайық. Бәріміз бірге иншалла соның пайдасына жеткізсін деп тілейік Алла Тағала бәрімізді. Бірінші жолдауы: Я бәни Адам, ей адам балалары, Қод анзална алейкум либасан юари сауатикум. Денелеріңді, тәндеріңді жасыратын киімді сендерге түсіріп қойдық қой дейді. Киім мәселесінен бастап сөйледі Алла Тағала бірінші жолдауда. Қараңыздар. Тәндеріңді жасыратын киімді сендерге түсіріп қойдық дейді. Бұл жерде мына сауа деген сөзді кейде адам ойлайды, тек қана ұятты жерлер айтылып тұрған шығар деп. Сауа дегенде адамның денесінен ашылуға рұқсат етілмеген нәрсенің барлығы сауатун деп аталады өзі. Алла Тағала көрілуге, ашылуға рұқсат бермеген нәрсенің бәрін сол жаңағы тәнді толық қамтиды сонда. Тек қана Алла Тағала ашылуға рұқсат еткен жерлер болмаса. Себебі Аллах Тағала Адам алейхиссаламның екі баласының қиссасын баяндаған кезде Маида сүресінде, сонда Қабыл Әбілді өлтіріп қойғаннан кейін Аллах Тағала бір қарғаны жібереді. Фабағасаллаху ғуробан. Сол кезде Аллах Тағала бір қарғаны жіберді дейді. Өліп жатқан бір қарғаның қасына. Сол жаңағы қарға не істейді? Бағаса ғуробай, жаңағы япхасу фил арди. Жаңағы қарға жерді қазып жатты дейді. Қабылдың көзіне көрсетіп жатыр да, жерді қазып, лиюрияху, көрсету үшін Қабылға. Кайфа юари сауата ахихи. Бауырының тәнін қалай жасыру керек жерге. Сол жерде тән деген нәрсені көздеп тұрды Алла Тағала, сауатун деген сөзде. Сонда жаңағыны көрген Қабыл, я уайлата, жаңағы сорлы басым-ай, сормаңдайым-ай, ағажасту анакуна мисля хазал ғуроби, мына қарға секілді де болмаппын ғой, жоқ дегенде өлтіріп қойғаннан кейін ең құрмаса тәніне құрмет көрсете алмаппын ғой деп өзін сөзде сөккілейді, бірақ ол сөккілеу ешқандай жәрдем бермейді. Фауария сауата ахи, бауырымның тәнін жерге жасырайын деп, фасбаха минан надимин, сөйтіп үміт үзгендерден болды дейді. Мен сондықтан осы тән деген мәселе, Алла Тағала сонымен әдебіміз қалай болу керек берген тәнге. Алланың алдында бұл қалай болу керек, Раббымыз қалай қалайды бұл тәнге деген әдебіміз дегенде Алла Тағала киімнен бастап жатыр. Ей адам балалары, Аллах Тағала сол тәндеріңді жасыратын киімді сендерге түсіріп қойды. Варишан дейді. Сосын андай бір сөзді қосады. Және қауырсынды деген мағынада сөйленген. Риш деген сөз негізі құстың, сыртқы құстың жаңағы қауырсыны бар ғой, киімі. Алла Тағала қайсы бір жануарды жаратқан кезде оның жаңағы терісін, оның үстіндегі қыл жүндерін барлығын әрі сән, әрі киім ретінде жаратқан. Сондықтан құстың нәрсесінде сөйлеп жатқанда үлкен ғибрат жатыр. Қауырсын деген мағына өз тілдік мағынада. Сахабалар бұл қауырсын дегенде бұл сырт және сәндік киімді көзделіп тұр дейді бұл жерде. Ал жаңағы әуелдегі киімді түсірдік қой, әуреттеріңді жасыратын дегенде бой киімді айтады дейді. Жалпы адамның әуретінің жасырылуына жеткілікті киім. Сосын сыртынан сән ретінде немесе жаңағының ауа райына байланысты киетін сыртқы киімдердің бәрін қауырсын деп атады дейді. Өзіңіз құсқа қарасаңыз, құстың бейнесіне қарасаңыз, мына бізде Қазақ ұлттық энциклопедия кітаптарында андай бір нелер жазылады. Өте пайдалы құндылықтар, мұраларымыз біздің аталарымыздан қалған. Сонда айтады, мына дәстүрлі ортада дейді. Дәстүрлі ортада жаңа үйленген отаудың иесіне құсың құтты болсын деген тілек айтылады дейді. Сосын түсіндіреді, неге құсың құтты болсын деген тілек айтылады деген кезде, өйткені алғашқы жаңағы күйеуге шыққан бетте алғашқы қонағасымен бірге кимешек жаулық кигізілген. Сол кимешек дейді, әйел адам сол сөйтіп киген кезде оның басына бас жағы дейді тігілген төбелдірігі құстың басына ұқсатады дейді. Сосын екі иығына қарай шашын жауып тұратын, арқасын жауып тұратын жақтары құстың қанатына келеді дейді. Сосын белуарына дейін түсетіні құстың құйрығына келеді дейді. Қараңыздар, бұл біздің
Сол жаңағы осы күйде болған негізі асылы 1900 жылдарға дейін. 1920-30-ға дейін тіпті оңтүстік, қазір ғана солтүстік тараптардың өзінде 20-30 жылдарға дейін бұл келген жалғасқан. Кейін жоғалттық бәрін. Көп нәрсені жоғалтып алдық, азғантай бір санды айтпаған кезде. Ол біздің мұрамыз, кезіндегі аталарымыз осы дінмен қайнасып істеген нәрсені. Соны жаңа кітаптарымыз сөйлеп отыр бізге. Сол кітаптар ертең Алла тағала бізге куә қылады. Егер де біреудің наразылығы болса, Алла тағаланың түсірген үкіміне, мынау қай жақтан келген нәрсе деген айтпақшы болса адам. Сондықтан бұл құспен байланыстырылған нәрсесі өзі о баста қайдан келді десеңіз, Аллах тағала тарапынан әуелгі жаңа Мединада аяттар түскен кезде әйел затының киіміне байланысты. Ахзаб сүресінде де Алла тағала айтады: «Я айюхан наби, ей пайғамбар, құлли азваджика, жұбайларыңа айт, ва банатика, қыздарыңа айт, ва нисаил муъминин, анау күллі мешітте отырып отырған мұъминдердің әйелдеріне де айт, юднидна алейхинна мин джалабибихинна». Анау кимешек жаулықтарын дейді, бастарынан бұлай төмен қарай түсірсін дейді. Залика әдіна, бұл ең жақсы жол дейді, айюғрофна, жердің бетінде Алланың аяты ретінде танылуына дейді. Қарасаңыздар, Құрандағы аят қашан сіздің бойыңызда, бейнеңізде белгі болады, сіз аятқа айналасыз. Бұған жететін бедел бар ма да жердің бетінде? Фәләй өзайна. Сол Алланың аятымен сен тұрғаннан кейін оларға зиян тигізіле бермейді дейді көп. Тек қана жаңа біреулер тілмен сырттан сөйлегені болмаса, міне Алла тағала осылай сендерге істеген. Осы аяттар түскен кезде Айша анамыз айтады: ансарлардың әйелдері бірден үйлеріне кетті де, содан үйлеріндегі маталарынан тез арада жанағыны жасап, пайғамбарымыздың арт жағына келіп тұра қалды дейді. Естідік деп, ойысындық деп. Ансарлардың әйелдері жауап бергендей, Алланың бұйрығына, елшісінің бұйрығына ондай әйелдерді көрмеппін дейді, Айша анамыз айтады. Сонда олардың барлығы пайғамбарымыздың артында құстар секілді тұрды дейді. Көрдіңіз ба? Міне сондықтан Құранмен, пайғамбарымыздың айтқан бұйрығымен дәстүрде ұштасу бар ма, жоқ па? Кезіндегі аталарымыз жеткізіп берді ма, берген жоқ па? Міне түгел нәрсе тұр. Тек қана жоғалтып алғаннан кейін қайтадан қайту керекпіз мұраға. Құранның мақсаты сол өзі. Жоғалтқан нәрсемізді бойымызға әкеп толықтыру, қисайған жерімізді түзету. Мысалы, түзеліп жүрген адамды одан әрі кемеліне келтіре түсуді. Міне, осылайша осы киімдерді айтты Алла тағала. Әуретімізді жаптық. Сөйтіп жаңағы шариғи киімімізді жаптық дейік. Сыртқы киімнен де сәнді киімдерімізді кидік. Мына сән деген мағынада бір маңызды нәрсе, егер де адам, мұсылман адам, ер болсын, әйел болсын, жаңағы Алланың разылық үшін, Алласы үшін сәнденсе, ол жерде ешқашан әурет ашылмайды. Егер де ол адамдар үшін сәнденсе, онда ауытқу кетеді. Сондықтан Алла тағала өзі үшін сәнденуді жақсы көреді. Оны мына келесі аяттарына тағы келеміз, арнайы тоқталамыз. Сондықтан сән деген нәрсе, Раббың үшін сәндену керекпіз де біз. Раббымыз үшін кию керекпіз жаңағы нәрселердің барлығын кигенде бірінші орында. Өйткені ол оның берген нығметі да. Оныкі ол. Шүкір етіп. Осы киімді біз кидік. Ерлеріміз тақияны кидік, шапанымызды кидік, сақалымызды кидік. Әйелдеріміз жаңағы орамал, жаулық, кимешек жаулықтарын кидік. Сөйтіп енді біз түзуміз ба, дұрыспыз ба деп тұрған кезде ата айтады, сыртың түзелді дейді. Бірақ ішің, жаның киген жоқ дейді киімін әлі. Тәннің киімі деген нәрсе бар дейді Алла тағала. Сосын жанның киімі деген нәрсе бар дейді. Жаныңның киімі өзін таппаса, сыртыңның киімі сені жаңағы аят қып көрсете алмайды дейді. Сонда ол жанның киімі не деген кезде, «Валибасут тақуа залика хойр». Тақуалық киімі ол күллісінен хайырлы дейді. Тақуалық киімі жанның киімі. Көрдіңіз ғой. Мысалы, жаңағындай біз сыртымызды жақсылап кидік. Әйел заты да жақсылап киді. Сосын пайғамбарымыз салсамға бір сахабалар келіп сұрақ қояды. «Я Расулаллах, инна фулана». Ана жақта бір әйел кісі бар. «Тақумул лейла». Парыз намазы былай тұрсын, нәпілдерді оқиды түнде дейді. «Ва тасумун нахара». Оразаның рамазаны былай тұрсын, нәпіл оразаларды ұстайды күндіздері дейді. «Ва тасаддақ».
сосын садақа береді дейді ол. Көп садақалар береді дейді. Тағы да неше түрлі амалдарын істейді. Бірақ та ол әйел дейді, өзінің көршілерін, тағы басқа адамдарды тілмен солай ренжітеді дейді. Солай зиян тигізеді деген кезде сүйікті пайғамбарымыздың сөзіне назар аударыңыздар. Ол Алланың досы, ол біздің нәпсімізбен дос емес. Біздің сыртымыздың емес, ішіміздің досы. Былай деп айтқан екен сол кезде, саллаллаху алейхи салам, жаңағы ла хойра фиха, онда бұл әйелдің ішінде хайыр жоқ дейді. Вахия мин ахлин нар дейді. Ойлаңызшы, бүйтіп айтады деп те ойламаймыз. Бірақ Алланың досы айтты, ол тозақтықтардан болған әйел ғой дейді. Неге? Тақуалық киімі жоқ, жан киімеген. Мысалы, сол киімде тұрып біз осындай тақиямызбен, шапанымызбен тұрып ғайбат айтып тұрсақ, ішкі киім жоқ бізде. Сыртпен алысқа барамайсың. Абай атамыз айтады ғой, сырты бүтін, іші түтін дейді. Сондықтан тақуалық киімі бірінші орында тұрған киімді. Одан кейін айтады олар, вафулянатун, тағы бір әйел кісі бар дейді. Иннахатусоллил мактуба, ол парыз намаздарын оқып жүр, шамасы келгенше парыз оразаны ұстап жүр. Ватасаттақу, биқолил, бір азғантай ғана берген садақасының өзі бір мардымсыз дейді. Бар нәрсесін беріп отыр ғой. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху айтады, хия мин ахлил жанна, сол ғой жәннаттықтардан дейді. Көрдіңіз ғой. Сондықтан ана сыртымыз барып таразыға түспейді екен ертең. Ішіміз түседі. Міне сол ішіміз қалай түседі о жаққа? Осы нәрселер біз үшін өте маңызды да. Міне тақуалық киімі ол сондай қайырлы дейді. Тақуалық деген кезде бұл жерде бұл ұят деген нәрсе, ұялу деген нәрсе, ар тазалығы деген нәрсе, тіл тазалығы деген нәрселер көзделеді екен. Жаңағы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтқандай, иннал хаяа вал гайя шуъбатани минал иман дейді. Мына ұялу қасиеті дейді. Ұялу қасиеті. Сондай-ақ тілді бөлек айтады. Сондай-ақ тілдің ұялу қасиеті дейді. Екеуін бөлек айтып отыр да. Жалпы тілдің ұялуда жалпы сол жаққа кіреді ғой. Бірақ тілдікін бөлек алып шығып жатыр, өйткені адамдар көбінесе назар аудармайды бұған, сол себептен. Сондықтан жалпы ұялу қасиеті, сондай-ақ тіліңнің ұялу қасиеті ол минал иман дейді. Шуъбатани минал иман, иманның екі маңызды тармағы дейді. Міне. Вал база вал баяну, ал жаңағы ұятсыздық, сондай-ақ тілдегі көпіріп көп сөйлей беру. Но негізі көп сөйлей берудің өзі Алланың алдында ұятсыздық деп саналады екен негізі. Ұятсыздық деп саналады екен. Біз ойламаймыз ғой оны. Біз тіл берген екен, шешенсің десе біреу болды, батаңды берді, жібере бересің. Сөйтсек біз ұятсыздық жасап жатыр екенбіз Алланың алдында. Өйткені баян, мысалы көп сөйлей беру деген нәрсе. Адамдар ол дейді ұятсыздық дейді ол. Ол шуъбатани минан нифақ. Екеуі де екіжүзділіктің белгісі ғой деп. Қараңыз пайғамбарымыз қалай қайырады қойдың басын. Отарымыздың басын қалай қайырып отыр да. Сондықтан бұл нәрселер, осы қасиеттер адамда бойса, жаңа тілмен көп сөйлеу нәрселері, ұятсыздық деген дүниесі артып кетуі мүмкін екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өйткені айтады, иннал хая, сөзсіз ұялу қасиеті, уәл ғафафа, ар тазалығы, уәл фиқха, алған білімін ұғынуы, риуаят ретінде сөйлеу емес, ұғынуы дейді не алып атқанын. Маған сұралам ғой ертең мен деп. Сонда сіз бүгін бір хадисті оқысаңыз, ғайбат айтпа деген. Соны оқып, соның хақысын бермей келесі хадиске өтіп кетсек, біз ұятсыз адамбыз. Біз ұятсыз үстіне ұятсыз бола береміз деп жіне берсек та, өйткені оның бәрі қарсы сөйлейді ғой ертең. Қарсы сөйлеп қалады да бізге. Сондықтан айтады, шын мәнінде ол ұялу қасиеті, ар тазалығы, уәл-фиқха, ұғыну қасиеті дейді. Ұғымталдық қасиеті, әл-фиқ деп атап жатыр да. Уәл-ғайя, сондай-ақ тілдің ұялуы, тілдің тазалығы. Бұлар минал иман дейді. Бұлар иманнан дейді. Иннахунна язидна фил ахира. Бұл қасиеттер бойыңда болса, ақыретіңді арттырады дейді бұл. Қараңыздар. Ва юнқисна минад дуния. Ақыреттің ләззатыңды арттырады да, дүниелік ләззаттарыңды кемітеді дейді. Ақыретте артырғаны аксару мимма юнқисна фид дуния. Дүниедегі жаңағы алып жатқан
кеметіп жатқан ләззаттарынан ертең ақыретте қол жеткізетін ләззаттарың артық, өте көп дәрежеде болады дейді ол. Ақыретіңізді бай қылатын қасиеттер екен да, бұл бізге керекті. Міне осылайша біз жаңағы сыртымызды кидік, сөйтіп кейбір өсиеттерге немқұрайды қарап, бір нәрсеге қарама деген нәрсеге қарап қалдық. Көп сөйледік, мазақтадық, күлдік, ғайбат айттық, тағы да басқа нәрселер болып жатқан кезде сыртымыздағы киім әдемі болса да, жанның киімімен не болып жатыр десеңіз, киім деген нәрсе өзі тозатын нәрсе. Киім тозады, өңі кетеді. Таңғаласыздар, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям иманды киіммен теңеген. Жаңа өзінен жеткен сахих риуаяттардың бірінде айтады: «Иннал имана ла яхлaqu фи жауфи ахадикум кама яхлaqu ас-саубу». Киім қалай уақыт келе тозса дейді, өңі кетсе, сендердің іштеріңдегі иман да солай өңі кетеді дейді. Ана киім жаппай жатыр жанында. Сол себепті ғайбат не бәрі осы киімнің аздығы екен ғой өзі. Сондықтан айтады: «Фас'алуллаха ан юджаддида лимана фи қулубикум». Әрдайым сұрап жүріңдер Раббыларыңнан, Раббымыз жүрегіміздегі иманымызды жаңартшы деп. Міне осындай нәрсені қарайтын болсақ, киім, ішкі киім бірінші орында тұр. Алла Тағала Ағраф сүресінде осыдан бастап жатыр. Өйткені ішкі киімі дұрысталған адамға ертең Мединада Раббысы: «Ей иман келтіргендер» десе, естідік те бойұсындық Раббымыз деп тұрады. Өйткені ішкі киім сау. Ал жаңа мысалы 200-лер өтірік иман келтіріп жүрген Мединадағы адамдарға олар өтірік жүре берді, уақыт өтіп жатыр, түсетін үкімдер де бірінен соң бірі келе береді ғой. Сонда андай үлкендеу жаңағындай үкімдер келген кезде, ол үкімдер оларға жаңа кассой минассама, ана аспаннан бір найзағай соғып жатқан сияқты болады дейді Мұхаммед пайғамбар жаңағы үкімдерді айтқанда. Ана қап-қараңғы бұлттар сияқты көрінеді дейді оларға. Сен оларды бір өлімге шақырып жатқан сияқтысың дейді да. Мен сол секілді мына жан дүниеміз бізде тақуалық киімін күннен күнге кие бермесе, ұлғая бермесе, бір көңіліңе ұнайтын хадис айтылған кезде былай істейсіз, өйткені көңіліңізге ұнап тұр да. Ал көңіліңізге ұнамайтын бір хадис айтылса, жаңағы киімнің жоқтығы білінеді. Осындай кездерде Алла Тағала бізді сынай салады. Адамдар оны түсінді ме, ол проблема емес ол. Бірақ Алла Тағала көрді да. Ең маңызды нәрсе сол біз үшін. Бұл киімнің айтылатын себебі тағы бір қиямет күні біз Аллах Тағаланың алдына барған кезде, мына Алла Тағала жаңағындай сылтау айтып көп сөйлейм деген адамның аузын жабады екен. Сол аузын жапқан кезде дене мүшелер сөйлейді екен. Ва ташхаду алейхим алсинатухум. Тілдері сөйлейді дейді. Тілі өзіне қарсы сөйлейді дейді. Мынау көп сөйлеген деп қараңыз. Сен бердің мені бағындыруға, бойсындырып бердің, бұл басқа жаққа бойсындырды дейді мені. Ва айдихим. Сондай-ақ ана қолдары сөйлейді дейді. Сондай-ақ ва арджулухум, аяқтары сөйлейді дейді. Фуссилат сүресінде деп Алла айтады: «Ва яума юхшару ағдауллахи илан-нари фахум юзаун». Алланың дұшпандарын тозаққа қарай жинап, сапқа тізіп қойған кезде дейді. Хатта иза ма жауха, сол тозақтың алдына келген кезде, шахида алейхим самухум ва абсарухум ва жулудухум. Ол аятта басқа мүшені айтып жатыр. Мына жақта жаңа мысалы тіл, қол, аяқты айтса, Фуссилат сүресінде нені айтады? Көздері және құлақтары, сосын терілері дейді. Тері. Мына тері жасырылу керек болған ғой. Бұл жасырылмаған. Бұл сөйлейді екен, хақысы бар екен сөйлеуге. Міне сол тері сөйлейді дейді. Сонда олар айтады дейді. Терілері сөйлеп жатқан кезде, «Қолу лима шахидтум алейна». Мыналарың не? Неге бізге қарсы сөйлеп жатсың деп терісіне айтады дейді. Сонда терілер айтады дейді. «Қолу антақаналлаху аллази антақа күллі шей». Күллі нәрсені сөйлетуге құдіретті Алла бізді де сөйлетті ғой бүгін дейді. Енді осы сөйлейтін нәрселерді Алла айтады: «Ма кунтум тастатируна ан
яшхаду алейкум самуукум ула абсорукум ула жулудукум. Сендер жердің бетінде жүрген кезде ойламадыңдар дейді, мыналардың бәрі сөйлейді деп дейді. Қарасаңшы. Валакиннакум зонантум анналлаха ла яғламу касиран мимма та'ламун. Сендер ойладыңдар дейді, істеген істеріңнің көбісін Алла білмейді деп. Қараңыз. Алла Тағала солай біледі, тіпті мына терілер сөйлеп береді екен бәрін. Заликум зоннукум лази зонантум бирраббикум ардакум фасбахту минал хосирин. Бұл сендердің дүниедегі шайтан үйреткен ойларың еді дейді. Алла Тағала көп нәрсені білмейді. Яғни адам көрмесе болды дегендей мәселелер. Бірақ әлемдердің Раббысы көріп тұру деген нәрсе ең қиын амал болып қала береді екен мұъмин үшін. Өмірінің аяғына дейін. Өйткені тақуалықтың ең қиын кезі жалғыз қалғандағы кез екен. Міне сондықтан осы нәрсеге пайғамбарымыз саллаллаху сұралған ғой. Осы дене ағза мүшелердің барлығы сөйлесе, ең әуелгі не сөйлейді деген. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху айтады: "Әуәлу ма ятакалламу минал адами фахизуху ва каффаху." Адам баласынан денелердің ішінен ең бірінші сөйлейтін нәрсесі сан еті дейді. Көрдіңіз бе, шайтан неге ашқызады бұны қыздарымызға? Неге со жақтан бастайды? Сан ет сөйлену үшін ашылып жатыр екен ғой қоғамда. Қараңыз, сосын қолдары дейді. Қолмен ұстайсың бөтен біреуді. Көрдіңіз қандай нәрселер бар. Ең әуел осы екеуі сөйлейді дейді. Міне қыз балада Алла Тағала әуелгі жаратқан кезде адамгершіліктің негізімен ұялу сипаты тұрады. Сосын Алла Тағаланы танымайды. Алла Тағаланы таныстырып жүрген ешкім жоқ үйінде. Сонымен жаңағы қасындағы құрбылары келеді. Кеттік, кешкі вечерге барып қайтайық дейді. Ол басында ұялумен істейді. Жоқ, мен бара алмаймын, ұялам. Неменесін ұяласың, модадан қалып жатсың, кеттік. Сосын қысылып барады о жаққа. Қысылып барады. Сосын келесі жолы барған кезде киімді шешуді үйретеді олар. Оларға бәрібір ақырет бар ма жоқ па ешкім білмейді нәрсені. Міне. Содан жаңағындай оған енді сенің басқаша киім ки, әйтпесе жігіттер қарамайды. Сонымен ол әрең дегенде киеді оны. Ұялу шешіліп жатыр. Ұят киімі шешіліп жатыр іштегі. Ол білмейді оны. Сөйтіп барады, бір рет барады, екі рет барады, ұят киімі шешіледі де, ана жақта билеп кетеді. Міне осылайша Алланы танымайтын жігіттер мен Алланы танымайтын қыздардың арасында арсыздық басталады. Ол арсыздық сияқты емес, ол дамыған заман, ол көз ашықтар, аналары қараңғылар деген мәселе болып отыр да. Осындай дәрежеде әсемдейді дейді. Алла Тағала жаңа Фуссилат сүресінде айтады: "Ва қоййадна лахум қуранаан." Біз олардың алды-артына адам мен жаңағы жыннан болған шайтандарды серік қып қосып қойғанбыз дейді соларға, иман келтірмегендер үшін. Фазайяну лахум, оларға әсемдеп темаға айналдырды дейді өмірдің бұл қырын. Көрінбеді? Фазайяну деген сөз бүгінгі тілде тема қылып жіберді деген сөз. Мәбәйна айдихим ва ма халфахум. Қорықпай-ақ қой. Әлі жассың ғой, үлгересің. Алдындағы қараш қандай керемет. Міне, анау қызды көрдің ба, анау жігітті көрдің ба деген тақырыптар кетеді. Қандай нәрселер деген. Өстіп кетіп жатыр күллі нәрсе. Алла Тағала Құранда айтып жатыр. Ва хаққа алейхимул қаулу. Егер одан тыйылмаса дейді, онда менің азаптаймын деген сөзім бастарына келіп орнайды дейді. Талай үмметтерде өткен дейді бұл. Міне сондықтан ұялу қасиеті. Ұлыңыз, қызыңыз, ол сізге берілген аманат. Қу анфусакум ва ахликум дейді. Иман келтіргендер, ана отбасыларыңды, ана бала шағаларыңды қорғаңдар. Тозаққа түсіп кетпесін. Тозақтың отыны солар бақамасын, ертең тастармен бірге жүретін дейді. Сондықтан баланы сізге бергеннен кейін оны 13-те отау иесі ретінде тәрбиелейтіндей берген оның негізі. Балиғат жасына біз қазір ұл мен қыздар қай жаста бұзылып жатыр? Пайғамбарымыздың сүннетінде 7 жастан бастап намазға бұйырып, 10 жаста бастап намаз үшін соғыңдар. Егер оқымаса, дүние үшін соқпасақ болады. Телевизорды құлатып аламау проблема емес бізге. Бізге бала одан артық. Теледидарыңнан да артық, анау машинаның терезесін сындырып қойса да проблема емес бізге. Біз оны бұл стандарттармен өлшемейміз, бірақ Алламен байланыс үзіліп жатса, ол біз үшін қиын.
Өйткені өзіңнен кейінгі шежірең бұзылып жатса, біткен жерің емес па ол? Көрдіңіз ба? Сондықтан ол баланы, ол ұлды сізге аманат қылып берген тәрбиелеуге. Сол неше жастан бұзылып жатыр? Пайғамбарымыз көрсетіп жатыр өзі. 10 жастан бастап бұзылады дейді. Баланың ұл мен қыздық төсектерін бөліп жатқызыңдар деп жатқан сол. Өйткені тері-теріге тие бастаса, шайтан біледі дейді не істегісі келетінін. Сондықтан қазақ 13-те отау иесі қылып тастаған кезінде. 900 жылдар замандарда ол құр жай бір нақыл сөз емес, ол реально болған сөз кезінде. Ол 13-тегі жігітті атасы ана жаққа, балам барып кел ана жақта, жау көрінбей ме ана жаққа деген кезде соны атқарып кеп, әке орындадым, бәрі жақсы екен деген 13-тегі бала тұрған. Ол 30-да ол елді басқара алған ол. 30-да орда бұзады деген сөз содан қалған. 40-та қамал алады деген сөз 40 жасқа келгенде сыртқы саясатты білген дейді олар. Қалай істеу керек екенін, халықты қалай қорғау керек екенін дейін. 50-де жастарға насихат айтып отыратын адам болған. Бізде қазір 60-та, 70-те домино ойнаймыз. Біздің заманымызда діннен ажырап қалғаннан кейін қараңыз біздің тағдыр не сыйлап жатыр. Бізге карта ойнайтын ақсақалдарды сыйлады, карта ойнайтын нелерді сыйлады. Әжелер бастарына химия жасатып алатын әжелер пайда болды бізде. Ал енді жастарға қайтып ренжисің бұдан кейін. Не алды ол? Ол ата-анаға қызы қойшы мама деп сөйлейтін болса, ол қойш дегенді үйреткен бізбіз. Өзінің әркім ата-анасы өзі үйреткен қызына. Ол сондай қылып жасаған оны. Тыңдамайтын қылып жасаған өзі. Міне, соның зардабы көрініп отыр. Кезінде ғұламалар айтқандай, баланың жаны тақта дейді. Не жазсаң, соны оқисың дейді, ренжіме дейді ешкімге. Өзіңнен көр дейді сол нәрсенің бәрін. Міне дін түгел нәрсені сақтап бергісі келіп тұр ғой. Балаңның ақылында, тәнінде, сәнінде, күллі нәрсесінде. Ол сізді жаңа қыздарымызды киіндіріп қойған кезде, анау теңіздің астындағы інжу маржан бар ғой алынатын. Соны алу үшін атуан тастың ішіне бекіткен да, қабыршақ. Соны тарс-тарс шықыр-шықыр етіп ашқан кезде шығады анау. Сондай қап ұстағысы келеді екен Алла Тағала. Әйелдерімізді де, қыздарымызды. Ол күйеуінің маржаны да, ол күйеуінің сәні. Одан басқаны кімес ол? Көрдіңіз ғой? Міне сондықтан 13-те отау иесі деген нәрседе қазір бізде 25-те, 30-да, 25-те не болдық біз? 900 жылдардан кейінгі өлеңдерімізге қарасақ, біз жоқ болдық, біз шоқ болдық, біз от болдық, өз сөздерінің өзі қорқынышты да. Алла Тағаланы еске алудан жоқ болдың, сосын шоқ болдың, сосын от болдың. От деген тозақпен аяқталып жатыр деген нәрсе ғой, егер тәубаға келмесек. Міне, сондықтан осы нәрселердің өзі бізде баламызды тәрбиелеп қазір өсіріп, бала кезден намазбен оқытып 10 жасқа дейін. 13-те сізбен сұхбаттаса алатын, сізбен бір үлкен күрделі мәселелерді сөйлесе алатын бала болу керек ол. Ертең өмірден озып кетсең, ерте жеткен бала болу керек та. Қызыңыз да сондай, есті қыз етегін жияды деген. Есті қыз. Сонда бізді не басқарып жатыр дегенде, ессіздік деген нәрсе бар екен да бізде. Адам ойлайды, соның бәрін ақылмен істеп жатырмын деп. Мысалы жаңа екі қыз сөйлесіп отырса вечерде, анау жігітті көрдің ба? Тамаша екен, майлығы бар екен, көлігі бар екен. Ол ойлайды, ақылмен сөйлеп отырмын деп. Ақыл мүлде жоқ мына жерде. Бұл көңіл қалауының сөздері. Адамның өмірі көңіл қалауына құралған. Көңіл қалауына құралғаннан кейін бір нәрсе сай келмей қалса, бөліне саладылар болды. Құран осы ақылды түзеп отыр ғой. Ұят деген нәрсе адамға ақылын сақтап беретін нәрсе екен да. Сондықтан Аллах Тағаланың елшісі бізге айтады. Бір күні сахабалармен отырған кезде саллаллаху алейхи вассалам истахию миналлахи хаққал хая дейді. Алла Тағаладан лайықты дәрежеде ұялыңдар дейді. Сосын сахабалар айтады. Инна настахи валлахи. Расында біз ұяламыз ғой. Альхамдулилля, Аллахтың елшісі, біз ұяламыз ғой дейді. Біз де солай жауап берер едік. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады. Лейса залика. Бұл сендердің ұялуларың Алладан лайықты ұялуға жатпайды дейді. Валакиннал истихяа миналлахи хаққал хая. Алайда Алладан лайықты деңгейде, хақысына лайықтап ұялу дегеніміз дейді.
Ән тахфазар раса ва ма уаға, мына басыңды сақтауың дейді. Және ішіндегі нәрселерін, көзіңді сақтау керексің, құлағыңды сақтауың. Қараңыз қалай кетіп отыр тәрбие. Тіліңді сақтау, басты және бастың ішіндегі нәрселерді сақтауың дейді. Уәл батна ва ма хава, әл батн деген кеуде мен қарынды білдіреді. Мына кеуде қарныңды және соның ішіндегін дейді. Жүрегің, ойың, ішкі дүниең, қарның, күллісі сақталу керек. Алла тағала қаламайтын нәрседен. Сосын вәл таскурул маута дейді. Алладан ұялуға қараңыз, жаңа тақырып ашып отыр. Біз оны мүлде ұялумен байланыстырмаған едік. Өлімді еске алуың, Алладан ұялуың дейді. Вәл биля, шірейтін күніңді, тәніңнің қабірге барғаннан кейін шірейтін, шіруін дейді, еске алуың, Алладан ұялуың дейді. Одан кейін өзіңе білім берілгеннен кейін, وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا. Ақыретті кім қаласа, ол дүниенің сәнін тастайды дейді. Жаңа бір жақ түсініп қалмаңыздар, яғни дүниенің сәнін алдында сәнді болу үшін істесең, ол басқа нәрсе. Оны өйткені мына жақта ақтайтын аят бар. Ал енді жаңа дүниенің сәнін өзінің мақсаты үшін, сол дүниелік нәрсе үшін болу деген нәрсе болмау керек. Ол ұялмайтын адамның несі дейді. Фәмен фағала зәлика. Міне кім осы нәрселерді істесе, басты және оның ішіндегі көз, құлақ, тіл түгелін сақтаса, кеуде, қарын, оның ішіндегі асқазаныңыз, қарныңыз, жүрегіңіз осы нәрсені сақтаса, сосын өлімді еске алса, сосын ақыретті дүниеден артық көрсе, міне кім осыны істесе, онда сол кісі қода истахия миналлахи хаққул хая. Сол ғой Алладан лайықты деңгейде ұялып жүрген дейді. Міне ұяттың жаңа нәрсесін бізге көрсетіп жатыр да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Мысалы, егер сөйтіп, мысалы осы жерден шыққаннан кейін, сабақтан кейін егер біреу туралы бүйтіп ғайбат айтып бастасақ, мен ұятсыз адаммын, бетіме айту керекпін өзіме. Біреуге айтпай ақ қойсын, бірақ мен не деген ұятсыз едің деп өзіме айту керекпін. Мынау не? Сау тамақты берді Алла. Не сөйлеп жатсың? Ұялу деген қасиетті үлкен дәрежеге көтеріп жатыр ғой мына сүре. Тақуалық деген нәрсені таныстырып жатыр да бізге, лайықты деңгейде. Міне осылайша либасу тақуа залика хайр дейді. Тақуалық киімі сол ғой ең қайырлысы дейді, күллісінен жоғары тұрған дейді. Сосын осы жерде қосып кететін бір мәселе тазалық деген нәрсе бар. Мысалы біз жаңағыдай жуынамыз, дәрет алдық, усыл құйынып жуынып, тәнді тазаладық. Шампунь алдық, сабын алдық, әйтеуір әртүрлі нәрселермен, хош иістермен жуынып, тән таза болып тұр. Бұл жетпейді дейді Алла тағала. Жанды жуу керек дейді енді. Жанды жуу деген ұғым бар да. Бақара сүресінде Алла тағала мынандай бір аятта айтқан: Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Инналлаха юхиббут тауабина ва юхиббул мутатаххирин. Алла тағала тәуба етушілерді жақсы көреді және өздерін таза ұстаушыларды жақсы көреді дейді. Неге таза ұстаушылардан бұрын тәуба етушілер деген келді? Өйткені жанды тек қана тәуба жуады екен, басқа нәрсемен жуу мүмкін емес оны. Тәубадан басқа нәрсе жанды жуа алмайды екен. Ол қалай былғанады деп сұрақ қоятын болсақ, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: "Иннал фитана туғраду алал қулуби." Сен білмейсің дейді. Сен білмей аңқауланып өстіп тұрған кезіңде шайтан саған келеді де бір фитнаны әкеледі дейді. Аздыру, фитна деген аздыру, иманыңнан аздыру, тақуалығынан аздыру, бойұсынуынан құлату. Сонда жаңа бір аздыруды салады. Ол ана жерде бір өтіп бара жатқан қыз болуы мүмкін, ол мына жердегі бір жылтырап жатқан ақша болуы мүмкін, әртүрлі нәрселер. Соның біреуін алып келеді дейді. Сол біреуін алып келеді, бұл өтпей қалса екіншісін әкеледі дейді. Өтпей қалама үшіншісін әкеледі дейді. Өтпей қалама төртіншісін әкеледі. Ол дейді, ешқашан саған әкеле беруден тоқтамайды дейді ол. Қараңыз қандай нәрсе болып отыр. Сонда айтады, жаңағы туғрадул фитану алал қулуби удан кал хасир. Мына ши тоқыма бар ғой, төсеніш. Сол шилерді біз жаңа тоқитын кезде бір шиді аламыз, жаңағы жіптерін тартып қойғаннан кейін, одан кейін келесі шиді әкелеміз. Келесі шиді әкелеміз. Сол шилер бірінен соң бірі, жаңағы төсенішті тоқуға арналған ши, бірінен соң бірі қалай келіп жатса дейді. Ол да сол ши сияқты жаңағы
күпірлікті немесе ұятсыздықты бойыңа бекіту үшін әбден бірінен соң бірін қадау үшін әкеле береді дейді. Қараңыз қандай нәрсемен байланыстырып жатыр пайғамбар саллаллаху. Ол сол нәрсені сізге қарай ұсынған кезде өзінің жететін нәрсесі сол екен, бірақ мәжбүрлей алмайды, бірақ ұсынады. Ұсыну деген нәрсені бүгін өздеріңіз білесіздер, теледидар көріп отырсаңыз, жаңағы бір рекламада бірдеңке жарқ ете қалса, мынаны алу керек дейміз біз. Кеттік, іліндік. Тағы бірдеңке, мынаны алу керек деген нәрсе. Осылай ілдіп кете береді екен адам. Егер бағанағы ұят деген киім болмаса бізде жанда, сол ғана сақтайды екен да, қой, ұят қой, астағфиралла деген, басқа нәрсе тоқтатамайды екен оны. Өйткені қызықты бұл өмір, сәнді. Күллі адамдар сондай болып жүр. Ешкімге азап келіп жатқан жоқ. Алла бізді де кешіреді деп бір тақырыпқа кіріп кетуіміз мүмкін мысалы. Сонда жаңа қай жүрек соны қабылдап қойса дейді, ушриба деген сөзді қолданған. Ушриба деген ішу деген мағынаны білдіреді да. Қайсы жүрек дейді, сол шайтанның ұсынған жаңағы аздырмасын ішіп қойса деп келтірген. Қараңыздаршы. Жүрекке қарай ішіп алса дейді оны, нукита фихи нуктатун сауда, бір қара дақ жүрекке түсті дейді. Яғни жан дүниеңізге түсті дей беріңіз дейді. Ол дақты тат деп атайды. Мына бір темірлер шіри бастайды ғой, бір тат түседі ғой. Немесе сол тіске түсіп жатқан кариес. Солай түседі екен, бітті. Ал қай жүрек жаңағы ұят, Алла тағала берген ұяттың күшімен астағфиралла, істемеймін бұны деп итеріп тастаса дейді. Қараңыз, сол еңбектің несі сауабы қандай? Нукита фи қалбихи нуктатун байда. Нұрдың тамшылы дақ кеп қонады дейді. Нұрды қараңыз, нұр қайдан келетінін қараңыз. Жаңағы нұр дақ кеп жүрекке қонады дейді. Егер де бұл жүрек осылай істей берсе дейді, екінші дақ нұр, үшінші дақ нұр, төртінші дақ нұр, мынау енді бекиді. Сол жүрек дейді, абияда мисля софа, ана өздерін көріп жүрген жып-жылтыр бір тастар бар ғой дейді. Жып-жылтыр әппақ тас секілді бейнеге келеді дейді Алласының алдына. Енді оған шайтан не кіргізем десе де, ля тадурруху фитна. Енді оған ешқандай фитна әсер етпейді дейді. Мәдәмәтис самават вал ард. Мына көктер мен жер ғұмырын аяқтағанша дейді. Ал егер жаңағы қабылдап қойсақ, асуадан мурбадан, ол бір сұрланған қара жүрекке айналады дейді. Сосын пайғамбар амала бикафихи дейді, бүйтіп қолын айналдырып көрсетті дейді, калкуз төңкерілген бір құмыраға ұқсайды дейді ол. Төңкерілген құмыраға астынан құйғанмен пайда жоқ қой, қағып кете береді да. Сондай дейді ол. Ля яғарифу маруфан. Бұл білмейді дейді, Аллаға не ұнайды. Бұл танымайды дейді. Алла тағала теріске шығарған нәрсені теріске шығармайды. Алла тағала жақсы деген нәрсені жақсы деп білмейді. Илля ма ушриба мин хаваху. Тек ана көңіл қалауымен шебереді дейді. Сөйтіп жүрек қарайып кетеді. Сол қарайып кеткен жүректі Алла тағала Құранда Ал-Мутаффифин сүресінде айтты дейді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Заликар-рону аллази закараллаху фи китабихи калла бал рона ала кулубихим ма яксибун. Олардың сені қабылдай алмай жатқан себебі дейді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Олардың істеген күнәларының барлығы жүрегін таттап тастаған ғой дейді, болды. Оған кірмейді дейді ештеңке. Міне сондықтан біз бір қателік жасасақ, сол қателігіміз жүрегімізге дақ болып түседі екен, қара дақ болып. Сонда осыны не деп атайды? Өзім әділетсіздік жасап жатырмын деген сөз осы екен. Қара дақ түстің. Енді ол қара дақты өшіру мүмкіндігі. Не жуады оны деген кезде тек қана тәуба жуады дейді. Сондықтан тазалық мәселесінде тәннің жуылуынан бұрын Алла тағала жанның жуылуын бірінші қойған екен Бақара сүресінде. Алла тағала тәубашілдерді жақсы көреді, және таза ұстанатындарды жақсы көреді дейді. Сондықтан ішкі дүние кір болса, сыртымыз таза болып тұрғанмен, мысалы біз қазір ғусыл қиынып алып, жақсылап қиынып алып, анжеге кіріп намаз оқып алдық. Яғни бір құлшылығын жасадық, сосын бірақ бәрібір анау іште тәуба жасалмаса, жаңағы нәрсеге көңіл жақындық іздеп тұрады екен. Қазіргі заманда бұл көңілді бұза салатын құралдар өте жеңілдетілді. Бұрынғыдай бір әйелді даладан іздеп жүру де шарт емес, мысалы, немесе бір әйел көңілі сондай нәрсе іздесе, ерді даладан іздеп жүру шарт емес. Қырғары жаман киноны аша салсаң, өз ақ даттарды тарсылдатып береді екен жүрекке.
Міне сол нәрселер бізді қазір көп жастарымыздың жеңе алмай жатқан қоғамдық деңгейдегі проблемамыз осы қазір. Жастардың жүрегін. Бұл не үшін ол нәрселер келе береді, істей береді? Олар адамның бойында тақуалықтың тұрақталмауына кесірін тигізеді екен. Міне қазір жақсы болым деп бастайсың, сосын тәуба бізде лайықты деңгейде жасалмағаннан кейін біз ана екінші күнәні өзі тартып тұрады екен. Ана кетпесе, кетпейінше күнәға деген жақындық кете қоймайды екен адамның бойынан. Өйткені қай сүреде аузубиллахи минаш шайтанир раджим, Али Имран сүресінде Алла Тағала айтады: "Инналлазина таваллау яумал тақал жамағани". Ана садақшылар неден түсіп кеткен кезде Ухуд шайқасында, сондай пайғамбарымызға бойұсынбай қалған сондай мұсылмандарды мысалға келтіріп Алла Тағала сол күні жаңағы екі топ қосылған кезде былай қарай бұйрықтан айнып кеткен, бұйрықтан былай қарай шығып кеткендерді дейді: "Иннамастазаллахумуш шайтану би бағди ма касабу". Осыған дейінгі істеген күнәларының себебінен шайтан сол арқылы тайдырды дейді. Сондықтан тұрса, яғни тәуба дұрыс келмесе, ертең міндетті түрде ол күнәні істеп қоюы мүмкін екен адам. Ол тек көзіне көрінсе, немесе оның аты шықса, естілсе болды екен. Өйткені көңіл жақын тұр. Көңілді жақындығы тек тәубамен жуылмаса, ол жуылмайды. Сосын біз бір істерді жасағымыз келеді, нәпіл оразаны бастағым келеді, Құран жаттаймын деп жаттағым келеді. Бұл білеміз енді, бұл нәрсе керек бізге. Сондай бір жақсы болғым келеді. Осындай бір амалдарды жоспарлап жүреміз. Бірақ жаңағы нәрселер бізге тұрақты қылмайды, ол нәрседе кедергі жасайды да. Неге? Өйткені біздің ішімізде Алла Тағаладан басқа тағы бір нәрсеге көңіліміз жақын. Көрдіңіз, ортақ қоғамдық деңгейдегі проблема ғой бұл. Енді бір-екі адамды, бір Алланың рахымымен сақталып тұрған адамды айтпағанда, күллі мұсылман атаулы солай болып отыр қазір. Сондықтан жаңағыдай мысалы, мына Аллаға қарай берілу жүзеге аспайды. Ол берілудің керісінше әрекеті бар, арылу деген. Ана нәрседен арылмайынша. Сондықтан жаңағы күнәдан мен арылмасам, ол күнә маған жаңағы жоспарыма кедергі болады да тұрады. Мен бастаймын бүгін жаттаймын деп жаттай алмаймын, ертең жалғастырамаймын. Өйткені ана күнә мені өзіне шақырып алып кетеді. Міне осындай нәрселер бар да, сондай бір фитналар келеді дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Мұсылман таңертең жақсы ықыласпен мұсылман болып тұрса, кешке жақын жаңағындай бір күпірлік істеп қоюы мүмкін дейді. Немесе кешке бір жақсы мұсылман болып түнді солай нетсе, таңертең күпірлік істеп қоятын адам болып қалуы мүмкін дейді. Ол күпірлік деген сөз жаңағы діннен шығаратын күпірлікті айтып тұрған жоқ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Бірақ өзімізге өзіміз әділетсіздік жасап, жаңағы дақтар шықпай жатыр. Солар бізді босатпай жатыр да Аллаға қарай. Лайықты деңгейде құл болуға босатпай жатыр. Осы нәрселерді біз көмектесу керек бір-бірімізге. Әрдайым кездескен кезде сондай насихаттар арамызда көп болса, ғайбаттан гөрі. Өсек, ғайбат, тағы да басқалар не керек ол? Мысалы сахабалар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламмен кездескенде сұрайды: "Я Расулаллах, суиля набию саллаллаху алейхи вассалам, ма аксару ма юдхилул жанна". Амалдар көп қой дейді. Бірақ сол амалдардың ішінде жәннатқа көбірек кіргізіп жіберетіні қайсысы, соны айтып берсеңіз бізге дегенде, ат-тақуа дейді. Ол біріншіден тақуалық, екіншіден хуснул хулуқ, бұл көркем мінез дейді. Өйткені тақуалық бұл Алламен екі арадағы әдебің. Хуснул хулуқ сізбен жаратылыстың арасындағы әдеп. Сізге екі жақтан да зиян жоқ та. Бірақ сізге жаңа адамдар тарапынан зиян келуі мүмкін, ол проблема емес. Сіз ең басты нәрсе сіз түзу болсаңыз болды да. Сосын сұрайды олар: "Вама аксару ма юдхилун нар". Ал тозаққа көбірек кіргізіп жіберетін амал қандай деген кезде, әл-әжуафани, екі қуыс дейді. Ол екі қуыс не деген кезде, біреуі ауыз дейді, біреуі жаңағы төменгі мүше дейді. Осы екеуі тозаққа көбіне кіргізетін осы екеуі дейді. Міне бұл екеуінен қалай сақтанамыз десе, либасу тақуа, тақуалық киіммен ғана сақтана аласың дейді. Яғни мына жан дүниеңе, жаңағы өзіңіз мысалы жұмаға бір намазға таңертең үйіңізден шығып жатқанда киіміңізді киіп жатасыз ғой үтіктеп. Сол кезде соны киіп жатқанда, Раббым, жанымның киімін сақташы маған деп, сол нәрсені ойлап тұрыңыз үйден шығатын кезде. Раббым, тақуалық киіммен шығаршы деп, үйден шыққан кезде зікір айтып, Раббым, мен сақташы. Таң намазын оқыдым қазір, 5-ге дейін сақташы мен көзімді, тілімді, Раббым деген жаңағы сізде уайым болу керек ол.
сол уайыммен алла тағала бесінге дейін сақтау керек бізді. Сол бесінге ықыласпен жеткізу керек бізді. Міне, сондықтан бұл киім біз үшін өте маңызды орында тұрған нәрсе да. Ана неде, мысалы, қажылыққа баратын кезде де алла тағала сол аяттардың ішінде байланыстырады. Мына фәмән фарада фихиннәл хаджа, кім-де-кім қажылыққа баратын болса, ва тазауаду деген нәрсені айтады. Яғни қажылыққа баратын адам қамдансын дейді. Яғни керекті азықтарын, қажеттіліктерін алып жинап алсын дорбасына. Яғни біз алдық. Көп нәрселерді алып алдық біз. Олар бізге керек деп алдық қой, дұрыс қой. Сосын алла тағала айтады. Енді бір нәрсені ұмытып кетпе дейді бізге. Ол не дегенде? Фатазауаду фаинна хойра зади тақуа. Мына алған қажеттілік азықтарының ішіндегі ең қайырлысы тақуалық дейді қайтадан. Өйткені онсыз сен қажылықта көп адамдар түсіне алмай, жаңағы ренжісу, тағы басқа нәрселер кетуі мүмкін. Ол негізгі киімің дейді сен қажылыққа баратын кезде. Содан кейін барып ана киген ихрам, ол сізді сән қылады. Өйткені алла тағала жүректерді қарайды. Мысалы ана тас лақтыратын кезде 2 күн тас лақтыруға болады, немесе 3 күнде тас лақтыруға болатын күн бар ғой қажылықтың соңында. Сонда алла тағала маңыздылықты түсіндіреді да, мәселе тас лақтырудың 3 күн лақтыру мен 2 күн лақтыруда емес дейді ол. Сол біреу айтуы мүмкін, мен 3 күн лақтырдым, жаңа сүннетпен толық істедім негізі. Аналар 2 күн лақтырды деп тұруымыз мүмкін. Бірақ алла тағала оны маңызды қылмайды айтады. Фәмен тағаджала фи яумейни фәлә исма алейхи. Кімде-кім 2 күнде істеп кетсе, ода күнә жоқ дейді. Уәмен тахара, кім үшінші қалса, фәлә исма алейхи. Яғни екеуі де күнәсіз кетеді. Лимани тақуа. Жаңа кім тақуа болса дейді. Кім еліне тақуалықпен қайтып баратса, ол проблема емес дейді. 2 күнде лақтырды ма, 3 күнде лақтырды ма. Екеуінің де жайын жасай салам дейді мен. Күнәсін өшіріп тастаймын дейді. Бірақ тақуалықсыз қайтсақ елге, біз қайтадан баяғы жартас, сол жартас боламыз. Баяғы сол көңіл жақындығы, қайтадан сол ғайбат, қайтадан сол өсек, ұрыс, керіс, тағы да басқа нәрселер. Осындай нәрселерді біз өзімізге өзіміз жасап атқан. Сондықтан қажылыққа баратқан кезімізде жаңағыдай ойлану керекпіз. Мешітке келе жатқан кезде де мына жақта келесі аяттарда үйретеді бізге, иншалла. Міне осылайша алла тағаланың киімі, жаңағы сіз ер адамға, мұсылман ер адамға киіндіріп қойған киімі, мұсылман әйел затына киіндіріп қойған киімі, залика мин аятилла дейді. Бұл алла тағаланың белгілерінен дейді. Қазір аяттары дейді. Алланың аяты жұмыс істеп жатыр. Лағаллахум яззаккарун. Адамдар мүмкін ойланар дейді. Сөйтіп киімдерін, есті қыз жаңа етегін жият дегенде мүмкін етектерін жия бастар. Сол үшін айтып отырық дейді бұл аяттарда. Бұл алла тағаланың сендерге тәлім, тәрбие беріп шайтаннан қорғайтын аяттар деп отыр ғой. Енді осы ұят киімінен алла тағала нәсіп еткеннен кейін осы нәрседен ажырап қалу қаупін айтады енді. Бірінші киіндірді ғой бізді. Айтты, тақуалық киіміне ең қайырлы деді. Сөйтіп біз жаңағыдай тақуалық киімінде кидік дейік. Алла тағаланың рахымымен белгілі бір мөлшерде, мысалы. Сондай сөйтіп киіп сақтанып жүрген кезімізде бізге екінші өсиетті айтады енді. Аңқау болып қалма, босап қалма, сақ бол деп отыр бізге. Екінші өсиетіне қараңыздар. Я бәни адам. Ей адам балалары. لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزغ عنهما لباسهما ليريكما سوآتهما дейді. Аятта өте маңызды тәрбие жатыр. Кеше ғана Адам алейхиссаламның өмірін қиссасын айтты ғой бізге. Соны айтады енді бізге. Ей адам балалары, ана шайтан сендерді азғырып жүрмесін дейді. Қалай азғыруы мүмкін? Ата-аналарыңды жәннаттан шығарып жүргені секілді дейді. Олар да білмеген дейді қай жақтан келетінін оның. Адамда күнә істеуге деген ниет болмаған ол жерде. Алдап соқты деп келтірді ғой өткенде. Сонда аңқауланып, жаңағыдай мысалы сендерді де азғырып жеріп жүрмесін. Ата-аналарыңды жәннаттан шығарып жүргені секілді. Естеріңізде ме еді? Ол ата-аналарыңызды жәннаттан шығарып жүрген кезде, екеуінің үстіндегі киімін шешіп еді ғой дейді. Нұр киімді айтып отыр да. Сөйтіп жаңағы нұр киім шешіліп кетті де, екеуіне мына денелерін көрсете сап еді ғой дейді. Сол денені көрсеткен кезде екеуінде ұят деген нәрсе істеген. Онда бекер айтып тұрған жоқ Алла тағала.
екеуі жәннаттың жапырақтарын жапсыра бастады деген нәрсені. Екеуі ұят жұмыс істеп жатыр да. Содан кейін Адам алейхиссалам айтып жатыр: Раббым, егер кешірім сұрасам, тәуба етсем ше, онда жәннатқа қайта кіргіземін ғой дейді. Міне. Сондықтан сендерді де алдап кетпесін. Ол шайтанның жаңағыдай қасында жынның шайтандары мен адамның шайтандары бар. Адамның шайтандары жаңағы кеттік, ана жаққа барып қайтайық деген нәрселер ғой. Бірақ ол да өзі білмейді шайтанға жұмыс істеп жатқанын. Өйткені оның отбасында мұндай тәлім тәрбие айтылмаған. Қандамай көптеген нәрселерді танып білмейді ол. Бірақ сенің есің бар ғой дейді. Сен кет қалма дейді да. Кеттік деген жаққа кете берме дейді сен. Жүр барайық деген жаққа бара берме дейді. Міне, сіздің алдыңызда Құран. Бұл сіздің таразыңыз. Ол барайық деген жерді қарайсыз. Алла тағала барма ондай жерге. Мен бара алмаймын, ренжіме. Мынау сол үшін түскен нәрсе ғой. Таразыңда ақыл таразысына салу деген сөз. Bir жақ таразысына Құранды қоясыз да, екінші таразыда жаңағы кісінің шақырып тұрған нәрсесіне қоясыз. Құран басып кетеді, болды бара бер дейсіз ана жаққа. Міне, осылай сен өзіңді сақта деп отыр ғой. Ақылды осы үшін берген де бізге бірінші орында. Міне сол шайтан сендерді азғырып жіберіп жүрмесін, ата-аналарыңды жәннаттан шығарып жібергені секілді, сондай-ақ үстілеріндегі жаңағы денелерін, тәндерін, ұятты мүшелерін көрсету үшін киімдерін шешіп тастағаны секілді, сендердің де киімдеріңді шешіп жүрмесін деп отыр ғой бізге. Бірте-бірте шешіліп кете бермесін, етек қысқарып, жаңағы қияметте бірінші сұралатын сан етіне жетіп жүрмесін деп отыр. Адамның сан еті бірінші сөйлейді дейді. Міне. Шайтан жетіп жатыр мақсатына. Неге? Өйткені шанс беріп жатырмыз біз. Міне, сол нәрсені шанс беруді қойыңдар деп жатыр бізге. Сосын бізге түсіндіреді. Абайлаудың қаншалықты дәрежеде абайлау керек біз. Иннаху яракум хуа ва қабилуху мин хайсу ла тараунахум. Жалпы сенде ешқандай күнәға деген ниет болмауы да мүмкін дейді. Сен осылай отырасың. Сосын бірақ ол сені сыртыңнан көріп тұрады дейді. Қараңыз. Сөзсіз ол сендерді көріп тұрады сырттарыңнан. Қасында жолдастары бар дейді. Ана жерде бұзылған адамдар болуы мүмкін. Көңіл ниеті осы дүниеден басқа, дүниенің ләззатынан басқа нәрсені түсінбейтін адамдар болуы мүмкін да. Солардың қасында тұрады ол. Сен бар деп жіберіп қалғандай, айтсыңыз ба? Ана адамда Алла тағалаға деген жетекшілік болмағаннан кейін, Алла тағала басқарып тұрмағаннан кейін иман. Ол барсам барып қайтайын деп кетеді. Ол ойлайды өзім бара жатырмын деп. Ол жаңағын салып жүргенмен кетеді. Сол сендерді сырттарынан қарап тұрады дейді ол өйтіп. Мынаны қалай бұзсам екен деп. Сен әрдайым оның жоспарындасың дейді. Жоқ сондай бір күн сен оның жоспарында болмаған. Ол жоспарлап отырады. Не істесем екен? Бұны әлсіз жері қандай? Бұл ашушаң ғой. Сол жақтан бастайын. Ашуландырайын, ана қасындағы досын ұрғызып жіберейін. Күллі жоспар ол. Сен білмейсің не жоспарланып жатқанын. Сен тек қана жаңағы астағфирулла раббым деген зікірлермен ғана аман қаласың. Алланың атын атаған кезіңізде қашып кетеді екен ол. Ол және оның сыбайластары дейді, сендерді әрдайым көріп жүреді, сендер оларды көрмейтін жерден дейді. Сендер көре алмайсыңдар дейді оны. Бірақ олар көріп сендерге жоспарларын жасап жатады дейді. Сосын айтады: Инна жаална шаятина аулияа лиллазина ла юъминун. Жалпы бұл шайтандарды біз дос қылдық дейді. Қараңыздар. Кімдерге деген кезде иман келтірмейтін адамдарға шайтандарды дос қылып жібердік дейді. Яғни иманды ұқпайтын, тек қана дүниенің ләззаты, шахуат деп жүрген адамдарға қарайтын болсаңыз, сол адамдарды шайтан өзінің құралы ретінде пайдаланады дейді сендерді бұзу үшін. Көрдіңіз ғой? Сөйтіп шайтанның қызметінде болады олар. Олардың басым көпшілігі білмегендіктен қызметте жүрді. Сосын кейін Алла тағала тура жолға салса, не істеген мен деп жүріп кетуі мүмкін. Міне соларды біз иман келтірмейтіндерге дос қылып қойғанбыз дейді асылы. Ал енді тақуалық деген нәрсе, тақуалар да шайтанның уәсуасынан ешқашан аман емес. Сонда осы Ағраф сүресінің өзі соңғы аятта, соңғы бетінде Алла тағала айтады: «Инналлазина тақау». Тақуалық деген нәрседе мысалы біреу ойлауы мүмкін, ешқашан күнә жасамайды, немесе оған бір күнә жасауға деген ниетте келмейтін шығар деп. Сонда Алла бізге жеңілдетіп түсіндіреді. Тақуалыққа деген ұмтылысымыз күшті болу үшін. Сонда айтады: «Инналлазина тақау». Расында
әлгі тақуалар дейді. Тақуа құлдарын айтып отыр Алла Тағала. Иза массакум тоифу минаш шайтан. Тоиф деген сөзге бір үлкен сабақ жатыр. Мысалы, тауаф деген сөзді білесіздер ғой, Қағбаны айналамыз ғой. Сол жаңағы тақуа құлдарыма дейді, шайтаннан бір айналып, жаңағы сізді аздырмай қоймайым деген нәрсемен әрекетпен келетіндігін айтып жатыр да. Айналшықтап шықпай қойған кезде дейді, ана тақуаны білдіру үшін. Сонда сондай нәрсе болып жатады дейді ода. Көрдіңіз ғой. Массакум тоифу минаш шайтани. Сөйтіп бүйтіп ниет кетіп бара жатуы да мүмкін екен да. Тазаккару дейді. Бірден естерін жия қояды дейді. Астағфируллах деп. Сосын сол кездегі айтылатын ағузу биллахи минаш шайтанир раджимнан шайтан қашып кетеді. Басқа ағузу билладан қашпайды ол. Өйткені біздің көңіліміз қашып тұр ғой жоқ қой одан. Көңіл қашқан кезде қашып кетеді ол. Алланың аты деген солай ұрады оны. Міне, сосын аты Алланы біраз уақытқа сізден адастырып қою мүмкін. Басқа ешкім оны сізден адастырамайды. Міне, сондықтан жаңағы тақуаларды өзін айтып отыр. Айналшықтап шықпай қойған кезде бүйтіп көңіл кетіп бара жатума, немесе бір ғайбат па, тағы басқа бірдеңе кетіп баратып, тазаккару, естерін жия қояды да, фаизаху мубсирун, көздері анық жетеді дейді, қай жақтан желдің басын тұрған дейді. Өйткені адамға әрдайым мынандай сөз болады. Сөйткім келіп тұр деген. Біздегі өзі бұл өте тәрбиелі сөз, жаңағы өзіміздің тілдегі келіп тұр. Бірдеңе істегің келіп тұр. Сол келіп тұр, қай жақтан келіп тұрғанын анықтап алады дейді олар бірден. Шайтаннан келіп тұр ма, Құраннан келіп тұр ма? Егер ол Құраннан келіп тұрған болса, істей бер. Шайтаннан келіп тұр ма? Астағфирулла, аузу биллахи минаш шайтанир раджим деп айтады дейді. Ва ихванухум. Ал енді тақуалардан басқа, көңілдері жақын, өздері енді болса болды, өмір осылай өтсек өте берейік деп жүрген адамдарды дейді, ямуддухум фил ғойи, оларды одан сайын ессіз етуге пайдаланады дейді. Қараңыз. Солай пайдаланып жібереді оларды, сумма ла юхсирун. Сосын ол адамдар қысқартпай қояды күнәні дейді. Қараңыз. Міне осы мағыналар біз үшін өте маңызды да. Сондықтан мына сүре өзі Адам алейхиссаламның қиссасын баяндағаннан кейін жаңағы адам досы мен қасын анықтауы керек. Досыңыз, қасыңыз. Осы қағида егер сізде мықты отырса, сіз түзу жолдасыз да. Осы қағидамен жұмыс істейсіз да. Кім сізге шын мәнінде жақсылық қалайды, кім сізге жамандық қалайды. Әрбір келіп тұрды анықтау керекпіз біз. Қай жақтан келіп тұрғанын. Сол үшін сізге ақылды берген. Сол үшін сізге Құранды берген. Оқып жүр, қарап жүр. Өзіңді қорғайтын білім жина деген нәрселер. Ва иза фағалу фахишатан. Бұл аяттардың түсу себебіне немен байланыстырылған? Алла Тағала жаңағындай мүминдер үшін бұны бір пайда ретінде түсірсе, сондай-ақ кәпірлерге де жаңағы бір істен тыюларына онда осы жерден не дейік, мына жерде өйткені кішкене нелер айтылатын нәрселер көп. Егер қаласаңыздар бір 10-15 минутке бөлем десеңіздер, онда айтып тастасақ болады. Онда وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. Бұл мүшриктер сол Қағбаның қасында жүрген кезде бұларда шайтан мынандай тәсілді үйреткен екен, киіммен байланысты. Бұлардың біреуі жаңағы тауаф жасаймыз, Қағбаны айналамыз деген рәсім бұларда болған. Сақталғаны тек Қағбаны айналуы, қалғанның бәрі шайтандық болып кеткен. Сондағы ең қиын нәрсесі мынандай дәрежеге дейін үйреткен. Шайтан біреуіне уәсуас айтқан, сен мына киімде күнде күнә жасайсың. Сен қайтып мына киіммен айналасың. Сен шеш бұны. Сонда жаңағы жалаңаш айналған дейді Қағбаны. Еркектер күндіз, әйелдер түнде. Осы нәрсені дейін кеткен ғой, қарас. Сонда осы халықтың өзіне жаңағы тура жолға салу үшін осындай пайғамбарды жіберіп Құран түсіріп тұр Алла Тағала. Сонда пайғамбар, мыналарың не деп пайғамбарымыз ұяттың киіммен сөйлейді ғой енді. Сонда оп-оңай бүйтіп айта салады дейді олар.
Важадна алейхи абаана. Аталарымыз осылай істеген. Сен бізді неге кінәлайсың? Сонда аталарымыз не? Бәрі қисық істеген ба? Не адасқан ба олар? Сен ғана дүзусің ба? Аталарымыз осылай көргенбіз біз. Мен әкем осылай айналған. Ол айтқан атам осылай айналған деп. Біз соны істеп жүрміз. Жалпы егер әкем де соны істесе, атам да соны істесе, онда бұл Алланың әмір еткен деп айтамыз дейді. Міне аятта тұр. Валлаху амарана биха. Алла ғой бұны бізге бұйырған деп. Сонда айт оларға дейді, ей пайғамбар, инналлаха ла я'муру бил фахшаи. Алла тағала ешқашан ұятсыздықты, арсыздықты бұйырмайды. Тәрбиелік мақсатта айтылып отыр. Атақулуна алаллахи ма ла та'ламун. Сонда сендер Алла тағалаға білмейтін нәрселеріңді айта бересіңдер ме? Теліп, Алладан келді деп айта бересіңдер ме? Оп-оңай, қорқыныш нәрсе ғой мынау. Мына өте жаңағы Алланың атынан сөйлей салу деген нәрсе өзіңіз ойлаңыз. Бұл деген енді мүлде ұятсыздық жоқ деген нәрсе әкеп алып келеді. Ал сол Анфал сүресінде Алла тағала айтады, шайтанның тағы бір үйреткен нәрселері وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا. Қашанда оларға біздің Құрандағы аяттарымыз оқылып бастаса болды, болды естідік қой жей деп айтады дейді. Осылай сөздері. لَوْ نَشَاءَ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا. Егер біз қаласақ, бізде ақын деген жетеді. Егер қаласақ, біз тура осындай нәрселерді айта саламыз дейді. Міне, осындай нәрсеге айтқан. Мына сенің айтып тұрған нәрсең ол, ин хаза илля асатирул ауалин. Әуелгілерден қалған ертегілер, ол бізге керегі жоқ. Соншалықты жаңағы өздерінің тәкаппарлығын жаңағы дәлелдеу, көрсету ретінде мынандай дұғаға дейін айтып жіберген ғой. Ва из қалуллахума. Мынандай дұғаны айтты дейді олар. Я Аллахым деп сөйлейді дейді. Абай атамыз өткенде айтты ғой, Алла деген сөз жеңіл, Аллаға ауыз қол емес деп. Олар ойлады, Алланы атасақ болды, бәрі жүре береді бізде деп. Содан андай сөзді айтқан ғой, Аллахума ин кана хаза хуал хаққа мин ғиндик. Я Алла, егер де мына Мұхаммедтің сөйлеп тұрғаны саллаллаху алейхи вассалам сенен келген хақ болса, қандай дұға айтуымыз мүмкін ар жағында? Өздеріңіз ойлаңыздар. Онда бізді тура жолға сал деп айтуымыз керек қой. Сондағы сөзді қараңыз. Егер де мынаның айтып тұрғаны сенен келген хақ болса, фа амтир алейна хижарата минас сама. Онда көктен бізге тас жаудырсашы деген. Қандай дәрежеге дейін тәкаппарлық тәрбиелеген де жаңағы шайтан оларды. Ау тина би азабин алим. Немесе әкел анау қиналтушы азабыңды. Қайта-қайта айтасың бізге деп. Сонда Алла тағала айтады: "Ва ма кана Аллаху лиюазибахум ва анта фихим." Алла оларды азаптай салмайды дейді. Біреу мені азапта деп тәкаппарланып, жарлайын деп тұрғанда қарап. Сен олардың ішінде міндетіңді атқарып болмайынша мен азаптамаймын дейді оларды. Сосын сен өмірден өтіп кеткеннен кейін мен олардың күйіне қараймын дейді. Ва ма кана Аллаху муазибахум ва ястагфирун. Егер де біреуі бір күнә жасап, сосын ертеңіне Раббым кешірші деп атса, неге азаптайын дейді мен оны. Мен сол нәрселерді адамдардан күтем деп тұр ғой тәубаны. Көрдіңіз ба? Ал жалпы егер келетін болсақ дейді, қазір азаптай салсам болады дейді. Неге азаптамайын бұларды? وَمَا لَكُمْ أَلَّا يُعَذِّبَكُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. Сендерді жақындатпай, ей мүминдер. Ана Әл-Харам мешітінен сендерді қуалап өздері отырады дейді ана жерде. Сендерді қуалап жатқан үшін де азаптай салсам болар еді дейді, азаптай салсам дейді. وَمَا كَانَ أَوْلِيَاؤُهُ. Сондай-ақ мына Әл-Харам мешітіне бұлар жауапты болатын адамдар емес дейді бұлар негізі. Бұл Әл-Харам мешітінің жауапты иелері ин әулияуху илләл муттақун деп айтады қайтадан. Тек қана тақуалар дейді бұл жерге жауапты болатын. Ал енді бұларға келетін болсақ, وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ. Қағбаның қасындағы намаздарының бейнесін айтайын дейді бұлардың қандай болған. Бұлар намаз деп жүрген нәрсе былай дейді Алла тағала. Илля мукаан. Ысқыра деген. Қағбаны айналып жүріп ысқыра деген. Қарас қандай нәрсені кіргізіп жіберген, аталарың істеген деп. Сосын тастия, қол шапалақтайды дейді. Осындай нәрселерді істеген дейді бұлар. Сондықтан Бәдір шайқасында бұлардың барлығының тұқымымен құрт жібердік дейді, дөкейлерін. Бұл сол Бәдір шайқасының жағдайын баяндайтын жаңағы Анфал сүресінің ішіне түскен аяттарда. Осы жерде ата көрсетіп жатыр олардың жағдайлары қандай болған, Қағбаның айналасында қалай айналған, қалай істеген деген нәрселер.
Айт дейді оларға, «Құл әмара рабби бил қисти». Айт оларға, Раббым менің тек әділдікті бұйырған деп. Осы жерде бір маңызды бір мәселені айтып кетсек, табиғиндердің ішінде Ато ибн Аби Рабах деген жаңағы бір үлкен ғалым болған. Хадис, фиқ ілімдерін жетік білген, Меккеде муфти болған, Осман ибн Аффанның заманында дүниеге келіп, жалпы 85 жылдай өмір сүрген тарихтағы несі бойынша 200 сахабаны көзімен 200 сахабадан хадис алған. Ибн Аббастың шәкірті негізі. Ибн Омардан да хадис тыңдаған, негізгі Ибн Аббастың шәкірті. Сол Ато ибн Рабах жаңағы бір сөзін айтқым келіп отыр, бірақ сол сөзден бұрын кішкене өмір баянына кішкене ғана осындай бір шолу. Ана сол кездегі Сулейман ибн Абдул-Малик деген халифа. Сол халифа қажылыққа баратын кезінде де жаңағы сол Атодан кеп қажылықтың рәсімдерін үйретті деп келеді. Халифалардың сол кезде кішкене бір андай дұрыс емес мінездері, сондай нәрселер болған. Соны қажылыққа баратын кезде сол кісінің алдына келіп үйренеді. Осы Ато ибн Рабах мынандай Мәула деген ұғым бар. Өмір баянды оқыған кезде басында құл болып, сосын азат етілген. Ато құл болып, сосын азат етілген. Бұны Мәула дейді. Сонда қажылықтың үкімдерін үйреніп болғаннан кейін Сулейман халифа үйіне келеді айтады балаларына: қазірден бастап білімге ыждағат қылыңдар. Көрдіңдер ме? Мен осы күнге дейін көп нәрсені білмей, ана азат етілген адамның алдына барып тізерлетіп отырғызып қойды ғой дейді ата. Көрдіңіз? Білім көтеріп жіберген қандай Атоны да. Ато деген енді тақуалығы тұрғысынан, мынау фатуалар тұрғысынан мықты сипатталған, тіпті өздерінің іштерінде кейбіреу айтқан: Алланың разылығы үшін білім іздеген ғалымдарды айтатын болсам деген сол кездегі табиғиндердің сөздері ғой. Ол тек Ато және Мужахид және Таус дейді. Сонда Алланың разылығы үшін алған дейді білімді. Басқа мақсат жоқ дейді ода. Қарасы қандай нәрсе да үлкен. Сол Алланың разылығы үшін алғанның дәлел ретінде бір сөзді айтып, сол сөзбен аяқтайық. Ол кісіден келіп адамдар фатуа сұрайды ғой. Сонда ол кісі Құранға қарайды да фатуа былай дейді. Немесе сүннетке қарап, сахабалардың сөздеріне қарап фатуа былай дейді. Сосын бір кісілер келіп сұрайды, суилан шейін, бірінші жағдай үкім сұралады да, қала ла әдри дейді. Мен білмеймін дейді бұның жауабын. Ато айтып отыр да. Сосын айтады: жалпы сіз сенімді тұлғасыз біздің қоғамда. Муфти ғой енді. Қаншама нелер фатуалар беріп отыр, тақуалығы бар. Сонда айтады: сіз енді алла тақулу лана ма фи руъика. Енді Құранда неде жоқ болса да өзіңіздің жеке пікіріңізді айтсаңызшы дейді осы мәселеге жауапты. Сондағы сөзін естісеңіздер енді ана астахи миналлахи дейді. Ан юдана фил арады би раъи. Мен Алладан ұялам дейді. Менің пікіріммен жердің бетінде діннің ұстанылуын дейді. Міне Алла осы сезімдерді нәсіп етсін біздерге. Үлкен білім болсын, біреуде кіші білім болсын, бірақ бұл сезімдер иншалла ол дүниеңді де ақыретіңді де Алланың разылығына жеткізбей қоймайды. Иншалла осы сөзбен аяқтаймыз. Aqulu qawlu hadha wa astaghfirullah al-azim.